Баршаға сәлем. Аяқ астынан күйеуім киноға шақырды. Қуанып кеттім. Балалар да біз де барайық деп еріп шықты. 2 ұлды алып, 2 қызды әжесіне тастап, таксимен шықтық. Келсек, орталықта үлкен елканы құрып дайындап жатыр екен. Ал Карняктың ішінде де жаңа жылдық фотозоналар дайындап қойыпты күштілетіп. Киноның басталуына аз уақыт қалғандықтан шығарда фотоға түсеміз деп кірдік. Попкорн балаларға және де осындай сусын алдық. Кірсек, адам аз. Мынау кино басталды. Осы киноны көргендер бар ма? Келін мен ененің ара қатынасы жайлы түсірілген. Негізі қатты ұнады деп айта алмаймын. 10 балдан 7 балл берер едім. Ене мен келіннің ара қатынасы жаман болса, ортадағы баланың 2 оттың арасында қалатыны жайлы түсірілген. Негізінде барлығы осы 2 кісіге байланысты ғой. Ал сіз қалай ойлайсыз? Киноны көрген болсаңыз, өз ойыңызды айта кетіңіз. Кино бітпей жатып шықтық, Ақсезім жылап жатыр екен. Асығып тұрсақ та фотоға түсіп алдық. Шыға берісте осындай автоматтар тұр екен. Балалар ойнаймыз деп қоймады. Бір ойын 500 теңге. Ештеңе ұтпадық, өйткені ілінбейді. Такси келді, үйге қайттық.